Ғарыш түгілі жерді толық білмейміз. Жер астына 1 метр. Бұл тышқандардың ін қазатын тереңдігі. 2 метр. Бұл адам жерленетін тереңдік. 4 метр. Бұл перғауын Тұтанхан жерленген тереңдік. 12 метр. Бұл Нил қолтырауынының қалдығы табылған тереңдік. 18 метр. Бұл әуе шабуылынан сақтану тереңдігі. 21 метр. Бұл Париж жер асты қабырлығының тереңдігі. 40 метр. Бұл дүниедегі ең терең бассейннің тереңдігі. 85 метр. Бұл Деренкую жер асты үңгір қаласының тереңдігі. Бұл үңгірде 1200 бөлме болған, 20 мың адамға дейін сыяды. 105 метр. Дип Арсенал метросының тереңдігі. 115 метр. Англия, Франция теңіз асты туннелінің тереңдігі. Ұзындығы 50 километрлік туннел Ағылшын бұғазын кесіп өтеді. 120 метр. Оңтүстік Африкадағы Орыстаттың маңындағы тау үңгірінде бір ағаштың тамыры осы тереңдікке дейін барған. Егер оны жер үстіне тұрғызса, биіктігі 40 қабатты үйдей болар еді. 155 метр. Бұл Сара Рок кеніші қонақ үйінің тереңдігі. Дүниедегі ең тереңге орналасқан қонақ үй. 212 метр. Бұл дүниедегі ең терең марафон жарыс жолы тереңдігі. Бұл дегеніміз 70 қабатты үйге шыққанмен қарайлас. 240 метр. Бұл Цихан теңіз асты туннелінің тереңдігі. Бұл туннелді салуға 24 жыл жұмсалып, 1988 жылдан бастап машина қатынаған. 288 метр. Бұл дүниедегі ең тереңге орналасқан Акзон туннелінің тереңдігі. 392 метр. Вейдиндин құдығының тереңдігі. Ешқандай техниканың көмегінсіз қолмен қазылған ең терең құдық. 603 метр. Бұл лауа ағашы құдығының тереңдігі. Егер бұған бірдеңе түсіп кетсе, түбіне жеткенше 11 секунд уақыт кетеді. 700 метр. Бұл қасиетті өзен Алтын мыс кенінің тереңдігі. 33 кен жұмысшысы осы қараңғы қапаста 69 күн қамалған еді. 1160 метр. Бұл дүниедегі ең тереңге орналасқан жарғанат үңгірі. 1271 метр. 2007 жылы Финляндияның бір кен құдығында концерт өткізіліпті. 1480 метр. Бұл оңтүстік Дакудак алтын кенінің тереңдігі. 1642 метр. Бұл әлемдегі ең терең көл Байқал көлінің тереңдігі. 2197 метр. Бұл дүниедегі ең терең табиғи үңгір Крубила үңгірінің тереңдігі. 2340 метр. Бұл радио толқыны жете алатын тереңдік. 2400 метр. Қытайдағы Джинпин атты жер асты тәжірибеханасы орналасқан тереңдік. Осы тереңдікте Dark Matter'ды, яғни қараңғы затты зерттейді. 3600 метр көп клеткалы ібіліс құрт атты жануар теңіз астында тіршілік ететін тереңдік. 6000 метр. Бұл микроорганизмдер тіршілік ете алатын тереңдік шегі. 10994 метр. Мариана теңіз шатқалының тереңдігі. 12262 метр. 1970 жылы Совет одағы Кальский аралында жер қабатын зерттеу үшін қазылған құдықтың тереңдігі. Бұл құдықты көрер болсаңыз, оның 10.000 метрден астам тереңдікте екеніне сенбесте едіңіз. Өйткені аузының диаметрі тек 92 сантиметр ғана еді. Бұл З44 мұнай құдығының тереңдігі. Бұдан арыға адамзат қазып барған жоқ. Бұл тереңдік жер бетіндегі ең биік құрылыс Дубай Бурж Халифаның 15 есесіндей. Қатты тереңдеп кеткен сияқты көрінгенімізбен, бұл жер радиосының 0,2%-на да жетпейді. Жердің диаметрі 12742 километр. Бірақ адамзаттың бұрғысының бар алғаны тек 12 километр ғана. Совет одағы жерді 12 километрге дейін қазған соң неге кілт тоқтады? Не үшін мұнай бұрғылар одан тереңге бара алмайды? Бұл мұнай десе, кен десе тоқтап қала қоймайтын ашкөз адамзаттың бекерден бекер шектеліп қалмаған шегі болар. Бұның артында қандай сыр бар деп ойлайсыз?